Мен қазір Дубай Марина деген жерде жүрмін. Бұл арада өздеріңіз байқап тұрған шығарсыздар, канал, былайша айтқанда, бұл қолдан жасалған канал. Негізі бұл жерде қаншама жыл бұрын ештеңе болмаған. Енді қазір қарасаңыздар, әлемнің ең көрікті жерінің біріне айналған. Дубай, мысалы, Біріккен Араб Әмірлігі не үшін осындай ғимараттарды салып жатыр? Себебі жақын арада бір 30-50 жылдықта осы Дубайда, Біріккен Араб Әмірлігінде мұнай таусылады. Өйткені бұл елде мұнайдан басқа ештеңе жоқ. Біріккен Араб Әмірліктері өздерінің мұнайы арқасында қазір турист жағын тезірек дамытып алмақшы. Себебі жақын арада бір 50-60 жылда мұнай таусылады деген болжам бар бұл мемлекетте. Сол себепті Біріккен Араб Әмірліктері Дубайда ертең қиыншылық болмау мақсатында, мемлекетті асырау мақсатында қазір туризм жағын қатты дамытып жатыр. Болашаққа үлкен қадам басу үшін, нық басу үшін олар осындай жағын ойлап тапқан. Сол себепті біздің мемлекеттің азаматтарына, құлақтарына алтын сырға, бізде де байлықтың таусылатын бір күні болады. Сол себепті өзіміздің мемлекетті осындай турист жағын қатты дамытса деп ойлаймын. Мемлекетті асырайтын турист болар. Сол кезінде өзіміздің болашағымызға сенімді боламыз. Мысалы, Дубайда осындай полицейский қайықтар да бар. Қадағалап жүреді. Жатып тамақтан жөн көріп отырмын. Сөйтсем, міне біздің өзбек бауырларымыздың ресторан түретін мейрамханасы. Кассамда бар, тамақ ішсем деп отырмын. Бұйырса. Сол несі меню бар. Навруз дейді. Салаттары. Ал енді главный тамақтарына көрсек. Мысалы, сіздерге теңгемен шаққанда айта салайын. Суп 22 дирхам дейді, теңгеге шаққанда астында тұр. Мампар дейді, 18 дирхам. Шурпа дейді, 22. Узбекский пельмени 22. Борщ 18 дейді. Чикен шурпа дейді, 18 дейді. Мысалы, куриный жареный лагман дейді, 28 дирхам дейді, теңгеге шаққанда астында тұр. Плов Ташкент дейді, 32 дирхам дейді, мына жақта өздерінің тамақтары. Макарон флотский дейді, 28 сондай дирхам екен, теңгеге шаққанда астында тұр. Міне мына шашлықтар сондайлар бар екен. Шашлықтар 35 дейді, куриный. Мысалы, соктарға келетін болсақ, апельсиновый сок 15 дирхам, морковный сок 15, барлығы 15 екен. Коктейль мен компот қана қымбат екен. Салғандары сол бір баға. Енді қазір осының ішінен бір тамаққа заказ беретін боламын, көресіздер. Алып келген лагман. Сонымен ретінде жареный лагман ғой. И мынау ашысын өзімше қалағанымша қосам. Сосын міне шашлық. Осы екеуін қазір астына жазып кетемін, қанша дирхамға шыққанын. Міне мынау берген ненем, соменім, мен шашлық. Сосын мынау қаймақ өздері береді. Мынау ашысын қалағанымша қоса аламын. Мысалы, осы лагман Қазақстандықіне ұқсай ма, қалай екен көрейік. Бұнда өзіміздің Қазақстандық жақсы екен бәрі. Бұнда Дубайдағы лагман бөлігі басқандай бәрі. Енді шашлығын көрейік. Шашлығы өте дәмді екен. Маринадкасы бәрі күшті. Ішіне зира қосады екен. Сол зираның дәмі ерекше. Бұны сіздер Дубайда жүрсеңіздер, сіздерге қазір астына белгілеп кетемін, қайрадан алуға болатындар. Жалпы сіздерге айта кетейін, осы Біріккен Араб Әмірлігінде тугис қосымшасы жұмыс жасайды. Біздің Қазақстанда жұмыс жасайтын. Сіздер осын пайдаланып, Дубай Маринаны белгілеп, сол осы мына шет жағында жазылып тұрады міне Star Uzbekim деп. Міне осырадан сіздер өзіміздің азиаттылық тамақты сағынсаңыздар, осырадан кеп тамақтансаңыздар болады. Тамақтанып болып, енді кешкі Дубайда қалайын деп тұрмын.
осы және өздерінің киімдері барлығы кәдімгі біріккен арабаның өзінде жүрген сезімді айшықтай түсті. Отырып қайтам деген оймен болған менде. Түнгі сағат 12, бірақ метро 11-де жабылады екен. Оны дұрыс қарамаған екен мен уақытын. Енді еріксіз таксиге отырдым. Сосын такси бағасы қымбат мұнда. Сол жағын біліп жүріңіздер. 1 километрға 2,5 дирхам алады. Теңгеге шаққанда астында тұр. Және де метро сағат 11:30-ға дейін істейді, соны біліп алыңыздар. Баратын жерлеріңізге сағат 11-ге дейін былайша айтқанда барып келіп қайтып үлгеріңіздер. Әйтпесе таксилер бәрін біліп тұр. Сағат уже 12-де ана метро станциясының сыртына шықсаңыздар, уже қаптап тұрады такси деп олар уже біліп тұр да, туристердің қалқаған. Көп туристер сөйтіп жаңа қалып қалды. Енді сонымен мен отельге бара жатырмын. Және бұлар көп алдайды. Алдағанды сұмдық алдайды. Мысалы, басқа жолмен апарады. Әдейі айналдырып, сондай қылып аппаратта сол жағынан алда кетуі мүмкін. Сол себепті картаға қарап жүріңіздер. Сіздерді сол главный жолмен апара жатыр ма, соны барлығын қадағалап отырыңыздар. Өйткені бұлар әдейілеп километрін көбейтіп, сізден көп ақша алу мақсатында жолдарды айналдырып апарады. Мен жаңа өзімді сөйтіп алдамақшы болып, бүйтіп апара жатты да, мен картаға қарадым, мені басқа жолмен апара жатыр, шет жағымен апара жатыр да, айналдырып. Мен айтам, не істеп жатсың, мынау ғой главный жол деген сияқты. Все деп түрі бермей, сонымен қайтадан главный жолға түсіп, сонымен апара жатыр. Сол себепті Дубайға келіп жатсаңыздар, мейлінше таксиден аулақ жүріңіздер. Ақшаңыз көп кетіп қалады таксиге. Метро бар, метромен сіздер ұтасыздар. Метро барлық жерде қатынайды, ыңғайлы. Просто мен кешігіп қалдым метродан. Сол себепті сол жағы ыңғайсыз болып қалды. Мысалы, мынау водительдікі шығып тұрады осылайынан. Мынау пакистандық водитель. Мен уже мысалы бағанадан келе жатқан километріме 56 дирхам алып тұр. Осылайынан әдейілеп алдына отырып алдым. Сол себеп таксиге отырғанда байқап, абайлап, барлығын анық-қанық біліп алып жүріңіздер. Кешкі Дубай осылай көрінеді. Кетейін, жалпы мына көпір екі қаланы бөліп тұр. Бұл мына жағында мысалы Шарджа қаласы болса, мына жағында Дубай қаласы. Бұның айырмашылығы осы бір-ақ көпір бөліп тұр, былайша айтқанда. Мысалы таксиді Дубайдан осы көпірдің жанына дейін шақырсаңыз арзан шығады, ал мына көпірдің асып біраз ғана метрға дейін барсаңыз, уже ол басқа қала болып есептелгеннен кейін уже екі есеге бағасы қымбаттайды. Сол себепті если такси беретін болсаңыздар, Дубайдың беткі жеріне дейін шыға берісіне дейін беріңіздер, ал одан кейін осы мосттан өтіп ары қарай басқа такси беріңіздер, сол кезінде арзандайды. Бұл просто екі қаланы бөліп тұрған осы бір осы көпір ғана. Сіздерге айтқанда Шардж қаласы, ал міне мынау Дубай қаласы. Екеуінің ортасын бөліп тұрған бұғазы ғана. Бұлай қарасаңыз. Уже бағасы екі түрлі. Өте қызық, иә? Сол себепті сол жағын қарастырсаңыздар өздеріңізге ыңғайлы болады. Кейбір адамдар өйткені Шардж қаласынан отель алады, и Дубайға дейін қымбатқа түседі. Сол себепті баратын кезде де осы көпірден асып өтсеңіздер арзанға шығады. Міне Шардж қаласы деген осы. Міне отельге жақында қалдым. Осымен бүгінгі Дубайдағы түнім аяқталды. Ертең бұйырса ары қарай аралайтын боламыз. Бізде таңғы сағат 8. Мен таң атпай отельден шығып, Дубайдың ең шеткі келесі жағында орналасқан Экспо 2020-ға бара жатырмын. Қазір қызықты болады, видеоны аяғына дейін көріңіздер. Дубайдың супермаркетіне келдім. Мысалы сіздерге мысалдап берейін, қаншаға болады, соның барлығын мысалдап берейін. Мысалы мына сок артында жазылып тұрды ғой, қанша дирхам екені, 2,50 деп тұр. Міне жазып қойған 2,50. Адамдар сөздеріне алдай алмайды. Көрдіңіздер ма? Мына пепсидің өзінде осылай жазып тұрады.
KFC бар. Сондай нәрселерде бір жақсысы жазылып тұрады да. Мысалы, мынада тоже жазылып. Көрдіңіздер ме? Ешкімді алдай алмайды сол кезінде. Баға өсіру деген сондай нәрсе болмайды. Мысалы, енді Миринда 1.25 дирхам теңгеге шаққанда астында тұр. Мына жақтарда мысалы еще осындайдың 2,5 литрліктер болады екен. Мынау 2.25 8 дирхам теңгеге шаққанда астында тұр. Міне Pepsi, Mirinda дегендердің барлығы сондай бағада. Мысалы мына сок маған қатты ұнады. Осы соктың дәмі күшті екен. Мына жақта мысалы Фантаның түсі қазақстандікінен бөлек, өйткені негізі осы жақта барлығын өздері шығарады да мемлекет. Сол себепті бүкіліне контроль жасайды. Бұл 6.5 дирхам. Мысалы менен мынау таза соктар, мысалы таза дәл сондай соктар, мына соктар 2.97 енді 3 дирхам ғой, былайша айтқанда. Теңге шаққанда астында тұр. Дәмін көрсеңіздер, енді кәдімгі жеміс жеп отқандай боласыздар. Мысалы қаймақ, былайша айтқанда сметана, мысалы мынандай сметана 3.20 дирхам теңгеге шаққанда астында тұр. Мысалы сүттерді осындай күйінде сатады, үлкен қылып сатады да сүттерді. Ал мынандай қылып блок қылып сатады, бірақ кішкентай ғана, бірақ блокпен сатады. Бұлайынан ала алмайсыз. Еттің бағасы мына жақта 19 дирхам дейді, теңгеге шаққанда осындай тұр. Қанша килограмм екенін білмеймін, бірақ осындай кусок. Ол примерно мен 1,5 алақаным болады ғой, сондай. Бұл 15 дирхам екен. Шынымен 15 дирхам екен. Теңгеге шаққанда астында тұр. Не еттер осылай. Жемістері, ананас бар. Жүзімдері, авокадо, киви, осында каждый сатылады екен. Мынандай жеміс бар екен. Мынаны қандай жеміс екенін білмеймін. Қауындарды осылайынан береді. Қауындар 2.95 дирхам дейді. Осы түрі сондай 3 дирхам ғой, теңгеге шаққанда астында тұр. Мен мынандай бамбуктар да екен. Осындай мынандай жеміс сатылады екен. Мысалы мына жеміс 7 дирхам, 8 дирхам килограмма. Теңгеге шаққанда астында тұр. Йогурт алдым. Осы клубникадан жасалған екен. Қазір соның дәмін көремін бұйырса. Міне мынау йогурт түрі бұндай ыдыста болады екен. Мен сол йогурт көрейін. Дәмі күшті екен. Өте дәмді. Біздікінен күшті мына дәмі бар ғой, йогурттар. Қаттынан қалды. Мына клубникадан жасалған. Құлпынайдан. Дәмі өте керемет. Бұл жақта бір байқаған, мысалы балмұздақ жесеңіз де, мысалы фреш сондай жесеңіз, бұл жақта как оригинал, как жемісті таза күйінде жеп, ішіп отырған сияқты боласыз, сондай сезім болады. Өйткені бұл жақ мұсылман мемлекет болғаннан кейін барлығы адал, барлығы тексеріледі. Сонысы жақсы. Автобусқа отырайын деп тұрмын. Қазір автобусқа отырып, ары қарай метроға отырамын. Осы 8 деген автобус. Сонда ары метроға отырып, экспоға баратын боламын. Метроға отырғаннан кейін экспоға прямо кетемін. Бұнда автобустың бір қызығы, автобустарды сыртынан ашасың. Ешқандай водитель ашпайды. Бір кнопкамен өзін ашасың. Одан өзі жабылады қайтадан. Сонысы қызық екен. Кнопканы басады, қайта кіре бастады. Керемет сенгене. Осыған ақша төлейсің. Мынада карта. Картаны көрсетеді. Міне мысалы мынандай карталастар ғой. Жаңағы айтқандай Дубай картасын. Бұл метроға да, автобусқа да барлығына жарай береді. Осы бір картаны алсаңыздар бұл барлық транспорт көзіне кіре бересіздер. Осы 11 дирхам екен. Yes, triple J, yes? Yes, Triple J, Gennadin, yeah? I am also Boxer. Боксерім біздің өзіміз Геннадий Головкинді біледі екен. Yes. Logo? Yes. Very good. YouTube? Yes. No.
22? Ah, 24 ekan jasi. Pakistanlıklar өздерінің ұлттық ойын ойнап жатыр. Мына жақта көрсетеді. Көбінесе пакистандықтар өмір сүреді. Көрсетеді өздерінің ойындарын ешқашан ұмытпай, осы жақта да жалғастырып ойнап жүр. Мынау ішкі квартал автобустың жүретін жері. Мына машиналарды осылай парковкаға қоятын жерлер, стоянкалар. Ана жақтың көрдіңіз, мынауынан барлығы стоянкалар, машина қоятын. Өте көп. Бар ғой, көріп тұрсыздар ма? Мына жағы, оң жағы тұратындарға, ал мына сол жақтағыларға жүгіретіндерге. Сол кезінде оң жақ тұратындар сол жақпен жүріп өтетіндерге жол ашық тұру керек. Өзіме қынағанда еш жазып қойған. Метрода солай. Міне 2 минуттан кейін келеді деп тұр. Келе жатыр. Сіздерге қайталап айтайын, бұл метролар пилотсыз, өзі электронды, ешқандай пилотсыз өзі жүреді. Соны сізге таң қалдырады. Мұнда көрсетіліп тұр, Экспо 2020 деп көрсетіліп тұр. 1 минуттан кейін келеді деп тұр. Сонда апарады. Аз бұйырса сонда боламыз. Міне қазір мен тұрған жер менен мына жер мен Экспо 2020. Неше қазір мына жақта қала енді салынып жатыр. Біз Экспо 2020 көрмесіндеміз Дубайдағы. Жалпы бұл көрмені Біріккен Араб Әмірліктері 2013 жылы ұтып алған болатын. Бұндай көрме өзіміздің мемлекет Қазақстанда да өткен болатын. Ол Экспо 2017 Астанада өткен болатын. Жалпы осы көрмені өткізетін алдында 140-тан астам мемлекет осы Біріккен Араб Әмірлігінде Дубайда өткізу үшін өтініш тастаған. Ал Қазақстандағы көрмеге 116 мемлекет өтініш тастаған болатын. Негізі бұл көрме 2020 жылы өтуі керек болатын. Бірақ коронавирусқа байланысты 2021-2022 жылдары өтті. Ал енді ішінде қандай қызықтар бар, біздің Экспомен айырмашылығы бар ма, соны көретін боламыз. Кеттік. Нарада сол Экспо қатысқан мемлекеттердің туы ілініп тұр. Ал енді өзіміздің мемлекеттің туын қазір ішінен табайық. Міне біздің мемлекеттің туы. Қасында Кувейттікі мен Алжирдікі тұр. Күн деген қатты ыстық мұнда. Уже уақыт өтпесең ыстық болып бара жатыр. Міне мысалы бізде Қазақстандағы Экспода Нұр әлем деген үлкен шар болса, әлемдегі ең үлкен шар. Бұнда өздерінің ұлттық павильоны осындай. Бізге ұқсас шар орналасқан. Қазір үшін көретін боламыз. Мынау нақты Экспоның картасы. Қазір мен тұрған жерім міне мұнары. Ал мынау сол Біріккен Араб Әмірлігінің өзінің павильоны. Міне. Мынау осылай. Мынау қалғандары басқа елдер. Мысалы мынау Сауд Арабиясының павильоны, мынау Американыкі. Сондай.
Міне Біріккен Араб Әмірлігінің павильонына жақын қалды. Қазір ішіне кіріп көреміз. Мені көруге негізі қаншама елдің азаматтары және біраз елдің басшылары келген болатын ашылуына. Соны көру маған да бұйырыпты, Аллаға шүкір. Міне мынау Біріккен Араб Әмірлігінің главный павильоны осы. Мына жанында тұрған зданиялар, сол тоже соныкі. Негізгі экспоның мақсаты әлемдік климатты өзгеруін тоқтату және де адамзатты табиғатты құрметтеу мақсатында, әлемді жасылдандыру мақсатында негізі өтеді. Күн электр, мысалы біз көреміз, күн электр плиталарын Қазақстандағы эксподағы онда жаңадан заттар ашылады. Сондай ғой. Мысалы бұл жақта да әлемді жасылдандыру, климаттың өзгеруін тоқтату мақсатында жаңа заттар ойлап табады. Соны ортаға салады бүкіл әлем. Соны ұсынатын болады, әр ел өзінікін сондағы нәрселерді көрмейді деп айтады. Роботтар. What is your name? Hello. Good afternoon. Мысалы, әне анарда Түркменстанның павильоны орналасқан. Мына жағында Россияныкі, Ресейдің павильоны орналасқан. Солайынан 140 мемлекеттің өзінің павильоны орналасқан. Соның барлығын аралауға енді уақыт жетсе тырысатын боламын. Сіздерге мейлінше жақсы ақпарат берем деген ойдамын. Мысалы, әр мемлекеттің өзінің павильоны бар. Мынау Анголаның павильоны. Осындай. Өз мемлекеттік туы тұрады. Болашаққа деген өздерінің ұсыныстарын осы павильонда көрсетеді және тарихтарын осы арада көрсететін болады. Павильон, Ресей Федерациясының павильоны. Мына павильон, Түркменстанның павильоны. Өздеріңіз байқап тұрғандай, олар өздерінің ақыл-текесін, ұлттық ақыл-текесін бүкіл әлемге көрсету мақсатында дәл алдына қойып қойған. Ал мынау экспоның қақпасы. Экспода күн қатысып кеткенде осынау шторлар былайынан жабылады да көлеңке болады. Содан ыңғайлы сенген екен. Ал мына павильон, Польшаның павильоны. Мына павильон, Бельгияның павильоны. Мына павильон, Голландияның павильоны. Ал павильон, Оманның павильоны. Ал мына павильон, біздің көрші мемлекет Өзбекстанның павильоны. Ал мынау Бауырлас Әзербайжанның павильоны. Ал мынау Словенияның павильоны. Румынияның павильоны. Мына павильон Америка құрама штатының павильоны. Бір нәрсе айтайын, бұл экспоның біткеніне негізінде 4-5 ай болды. Павильондар тұр, орнында тұр. Бірақ бұл жерде бір адамдар қызыған өмір жетіспей тұрды. Маған қатты ұнады деп айта алмаймын. Ішіне кіргеннен кейін. Өйткені тыныш қалада, мысалы экспоны қаланың шет жағына апарып тастаған. Қаладан 30 шақырым жерде орналасқан экспо. Оған жетудің өзі біраз қиынырақ. Сол жағын дұрыс істемеген екен. И турист саны көп деп айта алмаймын. Бұлай көруге болады. Бірақ ең жақсы ұсыныс, ең жақсы вариант центрында болу, қаланың центрында болу. Бұл жаққа келмей қойыңыздар, сразу айтайын. Тарыңызды бөліп бұл жерге келмей қойыңыздар. Қайнап атқан өмір жоқ, былайша айтқанда бұл жерде. Сізге қызықты болады деген ойда емеспін. Бұлай енді мен сіздер үшін келдім, көрдім. Енді сіздер біліп жүресіздер. Осымен Экспо 2020-дағы видеомыз аяқталды. Сосын сіздерге бір берер ақылым болсын. Вақтыңызды қаланың центрында, былайша айтқанда орталығында өткізіңіз. Бурдж Халифа, Пальма Джумейра деген сияқты жерлерде, жағалауда сондайда өткізіңіз.
Бұл не жағалау жақта орналаспаған біріншіден, екіншіден қаладан 20-30 шақырым жерде орналасқан. Ол сізге өзіңізге тиімсіз болады. Сол себепті сіздерге ақылым болсын. Осыраға келмей қойыңыздар. Эксподан келіп сіздерге енді Дубайдың жағалауын көрсетейін деп тұрмын. Қазір көретін боласыздар жағалауы қандай екенін. Бұны негізі осы негізі Дубайдың жағалауы Персидский залив деп аталады негізінде. Қазір көретін боласыздар. Міне осылай тура жүре берсек, қазір алдынан Дубайдың жағалауына шығамыз. Бұйырса көретін боласыздар. Мемлекеттің басшысы, негізі бұл мемлекет монархия болып есептеледі. Ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Мысалы, осының мемлекет тәуелсіздігін алғанда, осы бірінші басшы өзінің байлығын бәрін осында салған мемлекетіне. Халқын жағдан көтеру үшін, одан кейін ұрпақтарын бәрін соған үйреткен. Уже таққа отыратын келесі ұрпақты дайындап, үйретеді халқына қалай қызмет атқару керектігі туралы. Қазір бұйырса бірер сәттен кейін осыдан солға қарай Дубайдың жағалауы болады қазір. Жағалауы міне мына жақта. Жағалауына біраз ғана қалды. Міне осы Үнді мұхитымен шектеседі. Осыра суы жып-жылы, адам деген өте көп. Міне мынау барлықтарыңызға айтқан әлемдегі ең биік колесо обозрения. Бұның үлкендігін енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өйткені, мысалы, бір айналған өзіне бұған бір отырдыңыз, 1,5 сағат керек бұны толық айналып біту үшін. Және бір кабинаның өзіне 15-20 шақты адам сыяды бұған. Мысалы, сіз если ақшаңыз көп болып жатса, мұндай мейрамханада тамақтанып отыруыңызға болады өзіңіз жеке. Бұл деген өте әсерлі болады, себебі дәл осыған отырсаңыздар қаланың барлығы көрінеді. Бурдж Халифа бар, барлық көріністің бәрін тамашалап сезіне аласыздар бұл жерден. Өте үлкен бұл. Дубайға келіп жатсаңыздар, келіңіздер, мүмкіндік болып жатса, ішіне кіріңіздер. Ішіне кірейін десем, бұл қазіргі уақытта жұмыс істемейді екен, технический работа дейді. Сіздерге бір қызық айтайын. Дәл осы жердегі песокты арнайы Египеттен алып келген. Естуім бар, солай естідім. Ода осындай песоктарды арнайы Египеттен алып келген. Негізі бұл жерде тастақ жер болған. Тас болған бұл жер. Соның туристерға ыңғайлы болу үшін арнайлап тұрып Египеттен осын тасып алып келінген. Қазір мына жақта еще пальма Джумейра деген бар, арнайы пальма. Сондай пальманы да қолдан жасалған. Бұл әлемдегі ең үлкен қолдан жасалған жасанды арал. Оны сіздер іздеп көрсеңіздер болады, пальма Джумейра десеңіздер шығады. Сол кезінде сондай көріністерді көре аласыздар. Дубайға келсеңіздер, Гиннес рекордтар кітабының қаласына келгендей боласыздар. Мынандай алдым, апельсиновый. Мынау 6 дирхамға шықты, супермаркеттен алдым. Енді қазір дәмін көретін боламыз. Мынау осындай 6 дирхамға. Мынау кәдімгі андай 100% езіліп істелінген көрініп тұр, өйткені ішінде қою, түп жағы қою болады. Бетіңізді араластырсаңыз, кәдімгідей күшті. Ал енді дәмін көрейік. Кәдімгі 100% апельсин, кәдімгі дәмі деген күшті. 6 дирхам. Дәмі өте керемет. Міне бұнда таза сығылған деп тұр. Кәдімгі. Бұл жағына кесілігінен көзімде уже жасауыра кетті де, кесілігінен. Кәдімгі 100%. Күшті екен. Бұл жақта соктардың жалпы көбінде ешқандай да краска қосылмайды. Мұсылман мемлекет болғаннан кейін алдау деген ондай производстволарда ештеңеде рұқсат жоқ. Бәрі таза, халал, сондай күйінде беріледі. Сол жаға керемет.
кешкі пляждан шығып, енді тамақтанып алсам деп отырмын. Бұйырса тамақтанып алып, ары қарай кешкі Бурдж Халифаның және кешкі фонтанды көрсететін боламын. Мынандай тамақ бердім. Кофте, оның қасына күрішпен және мынандай нан. Анау соусы, сосын чай. Қазір дәмін көретін боламыз. Осылай жерден. Міне, мысалы, мынада нан осындай беріледі. Оған осындай бірінші соусын. Соусын енді білмеймін, енді қандай дәм екен. Соусын көретін боламыз. Одан кейін күрішін қосамыз былайына. Бұл шаурма сияқты қылып беріпті. Сондай. Мені кофтесін осылайына. Дәмін көрейік, қалай болатын. Дәмі ерекше енді. Дәмі ерекше күшті дәмі. Кезеңіздер осыны көріңіздерші, осылай нанның ішіне салып жейді. Негізі көптен берсеңіздер қасына өздері алып келеді. Осындай нандар. Өте дәмді деген күшті. Өше мынандай көріністе тамақ іші деген әші керемет. Жалпы мен осы Дубайға келгендегі ең дәмді тамағым осы болған шығар. Ең маған тамағым осы. Керемет. Күріштің өзінің дәмі күшті. Бұйырса міне бірер сәттен кейін кешкі Бурдж Халифаны көретін боламыз. Және оның қасында керемет фонтан бар. Субұрқақ. Қазір соны да көретін боласыздар. Мынау міне Дубай Мол. Оның бас жағында Бурдж Халифа. Қазір көретін боласыздар. Зей Дубай Мол. Ішіне кіреміз. Жақтың бір қиыны сауда орталығының үлкендігі соншалық. Кіргеннен кейін мынан іші арқылы Бурдж Халифаға барасында. Шығатын есік таба алмай қаласында. Сонысы қиын. Тақтайшалар тұр, көрсетіліп тұр барлығы. Бірақ сол жаққа барсаңыздар, өзің адасып кетесің, қай жаққа бара жатқанды ұмыт кетіп, шатастырады мынан іші. Дубай Молдың Гиннестер рекордтар кітабына енген қағазы. Әлемдегі ең үлкен сауда орталығы. Үлкен аквариум. Бурдж Халифаға түсу үшін кезекте тұр адамдар. Қазір басты есігімен Бурдж Халифаны көретін боламыз кешкі. Біраз қалды. Адам саны өте көп. Әлемдегі ең биік ғимарат. Дағы енді адамдардың санын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, көріп тұрсыздар қаншама адамдар. Міне фонтан шоу басталайын деп жатыр. Шоу басталды, фонтан шоу басталды. Әлемдегі ең биік фонтан.
Өте әдемі. Денеңізде бір қан жүргенде бір керемет әсер береді. Өте керемет әсер. Дубайға келсеңіздер, міндетті түрде кешкісін осы фонтанды көру үшін келіңіздер. Өте керемет. Келсеңіздер, міндетті түрде көріңіздер. Өте керемет әсер. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сіз көргенде бұндай көріністі енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өте әсерлі, керемет әсер аласыздар. Сол себепті Дубайға келсеңіздер, міндетті түрде осыраға келіңіздерші. Әсіресе кешкісін қызықты болады. Таңертеңнен қарағанда кешкісін күн қатты ыстық емес те болады. Шоудың бәрін кешке көресіздер. Өте әсерлі. Жаңағы Бурж Халифадағы фонтан барлығын көрдіңіздер. Енді ары қарай отельге барамыз. 2 минуттан кейін келеді деп тұр. Метродан келдім, енді автобусқа отырайын деп тұрмын, отельге бару үшін. Мен түстім, енді осы сырадан 12-10 минуттық жерде отель орналасқан Каспараға баратын боламын. Осы мен тұратын район Шардж қаласы. Бұл қала Шардж деген, Дубайдың шетіндегі. Мен осы қалада тұрамын. Тұрады екен 14 дирхам, мыналар тоже 14 дирхам. Фрилар, осындайлар. Сонымен еще супермаркетке кірген ғой, супермаркетте тұр екен, 1 дирхам сондай тұрады екен. 1 дирхам. Пловтар 19 дирхам. Мыналар үшеуі 19 дирхам. Мынау 6 дирхам. 6 дирхам, I'm sorry. Мынау 29 дирхам, ал мынау осы 17 дирхам. Теңге шаққанда астында тұр. Мысалы мынау 5 дирхам екен. Осы даладан жегенше осындай тиімді екен. Манго бар екен, килограммы 29 дирхам. Мынау авокадо, килограммы 29. Қауын, ананас, сондайларды шығарып қояды екен. Мысалы 7 дирхам, анау 10 дирхам. Теңге шаққанда астында тұр. Еще мысалы огурцы бар, 14 дирхам килограммы. Сондай андай басқа да нәрселер, көп нәрселер бар екен. Салаттар. Салаттар мысалы 20 дирхам килограммы. Әдемі көп нәрселер көп екен. Қараңызшы, үлкен 13 дирхам тұрады екен, үлкен. Тауық алдым, 14 дирхам. Сосын мынаны сол алдым, мына 7 дирхам. Сондай 2 теңгеге шаққанның астында тұр. Осы арнайы салып береді екен. Thank you. Пепси алайын деп тұрмын. Мысалы сол пепсидің сыртында 5 дирхам деп тұр. Ешкімді алдай алмайды, ешкім артық баға қоса алмайды. Сонысымен біркен арабия бірлігі жақсы.